Бәріне сәлем. Қатерлі ісікті қоздыратын дәрумендер. Құрметті оқырман, бәрі бар арнасына қош келдіңіз. Видео басталмас бұрын лайк басып, каналға жазылып, қазақ арнасын дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Ғалымдардың айтуынша, С дәрумені қатерлі ісікті қоздыра алатынын зерттеген. С дәрумені қатерлі ісіктердің жаңа қан тамырларын белсендететінін анықтадық дейді. Осыған дейін антиоксиданттардың қорғаныс әсері бар екені айтылды. Алайда, С дәрумені ісіктің қан тамырларын оттегімен қоректік заттармен қоректендіреді екен. Бұл олардың ұлғаюына және метастазаның пайда болуына әкеледі. Сонымен қатар, соңғы жылдары ғалымдар зерттеулер жүргізе келе, А, С және Е витаминдерін қабылдау қатерлі ісіктердің даму қаупін арттыратынын көрсетті. Егер сіздерге осы ақпарат ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп, каналға тіркеліп алыңыздар. Келесіде тағы да пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.